Құрметті оқырмандар, назарларыңызға қазақтың көрнекті ақыны, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасы әнұраны мәтінінің авторы Жұмекен Нәжмеденовтың туғанына 85 жыл толуына орай «Жыр жұлдызы Жұмекен» атты бейне шолуын ұсынамыз. Жұмекен Сабырұлы Нәжмеденов 1935 жылдың 28 қарашасында Атырау облысы Құрманғазы ауданындағы Қошалақ деген жерде дүниеге келген. Жұмекен атасы Нәжмеден Стамғазиевтің бауырында өсіп, тәрбие алған. Сөз бен тарих және туған халқының дәстүрлеріне деген ыстық сүйіспеншілік сезімді бала бойында қалыптастырған сол атасы болатын. Немересі өзінің атақты бабалары Қартпамбет жырау мен оның әпкесі Қосуан туралы сыр шертетін. Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының халық аспаптары факультетінде оқыған. Еңбек жолын 1955 жылы Қарағанды шахтасында қарапайым жұмысшы болып істеуден бастаған. Жазушы баспасында кіші редактор, Республикалық Лениншіл жас газетінде әдебиет және өнер бөлімінің меңгерушісі, өмірінің соңғы жылдары мектеп баспасында редакция меңгерушісі болып жұмыс істеген. 50-ші жылдардың екінші жартысында ақын өлеңдері республикалық баспасөзде жиі жарияланып жүрді. 60-шы жылдардан бастап өлеңдері мен шығармалары, үш романы, аударма кітаптары жазушы жалын баспаларынан жарық көрді. Балауса, Сыбызғы сыры, Өз көзіммен, Жоқ, ұмытуға болмайды, Жарық пен жылу, Күй кітабы, Мен туған күн, Мезгіл әуендері және тағы да көптеген шығармалары өз оқырманына жол тартты. Ақын жырлары бірнеше шет тілдеріне аударылған. Жұмекен Нәжмеденовтың жаңғырық кітабы алғаш менің топырағым деген атпен жарық көрген болатын. Бұл жинаққа енген дастандары мен өлеңдері ақынның ең соңғы жазған дүниелері, өмірінің соңғы демі. Терең идеялар мен нәзік иірімдерге құрылған өлеңдерін оқи отырып, ақын шығармашылығының әр шумағы дәлдікке, ойды жеткізуге жазылғанын аңғарасыздар. Жұмекен қалам тартпаған тақырып кемде кем. Тарихи тағдырлар шындығы, халықтың мұңы, қуаныш қайғысы, болашаққа үмітін, арман мұратын жеткізген күйлер сазы, атана, махаббат, ізгілік қасиеттерін бойға дарытар туған жер туралы. Міне, бұлар Жұмекен өлеңдерінің басты тақырыбы. Туған жерінің тауы мен даласын, күннің шуағын, түннің жұмбақ көрінісін, тау самалын толғана жырға қосады. Келесі жазушының Даңқ пен дақпырт романы. Даңқ пен дақпырт романы өнер адамы жайлы сыр толғайды. Табиғатынан шынайы талант, жас композитор Идаят алғашқы әндерінен бастап ел аузына ілігіп, жақсы өнерімен жан сусындатады. Атақ даңқы аңызға айналады. Өмірге жаңа аяқ басып, өнер жолына енді түсе бастағанда бірден келген мына даңқтың буы, кім болса да бір кісіге ауыр соғар мына атақ абыройдың буы, баланы шыр айналдырып, жан жағына қарауға мұршасын келтірмей, иіріміне тартып жүре береді. Жас композитор табиғатынан таза, қарапайым жан болғанымен ендігі сәтте әркімнің қоғамдағы орны, жауапкершілігі деген мәселеге мән беріп, байыбына бара бермейді. Жұртқа өнерімен қымбат жан сол көпке азаматтық пайым, парасатымен де үлгі өнеге болуы керегіне ой жүгіртпейді. Көбіне жастай келген даңқтың жеңіл қуанышын күйттеп кетіп өмірден опық жейді. Автор өнердің үлкен төріне даң, мансап, қолпаш, қошемет емес, биік парасат, білікті еңбек қана жеткізе алады деген ой түйеді. Ақшағыл романы. Ақшағыл романына Ұлы Отан соғысы кезіндегі ауыл өмірі арқау болған. Ел ішінің тыныс тірлігі. Адамдардың жеңіс жолындағы жанқиярлық еңбегі шығармада шынайы көрінеді. Ақынның өнер тақырыбына арналған күй кітабы ерекше. Бұл Құрманғазы, Дина, Тәттімбет, Дәулеткерей, Ахмет Жұбанов сынды халықтың талантты күйшілерінің күй мазмұнын сөз өнері арқылы халыққа жеткізуі еді.
Осы күй кітабы шығармасының негізінде 2006 жылы аудио кітап жарыққа шықты. Аудио кітапта ақынның күй құдіретін түсіндірген өлеңдері және өнер қайраткерлерінің орындаған туындылары қатар өріліп, тыңдарманына тарту етілген. Менің Қазақстаным. Бұл жинағына өлеңдер мен дастандары жинақталған. Ақын дастандарында көкірегінде туындап, шешімін іздеген мәселелерді ұтымды қозғайды. Оқырманға сол мәселелер төңірегінде ұлан-ғайыр ой салады. Жұмекен Нәжмеденов Қазақстанның қазіргі әнұран мәтінінің авторы. Менің Қазақстаным әні оның шығармашылық жолының басында, ақынның 21 жасында жазылған. Ол кісінің жұбайы Нәсіп апайдың айтуынша, Жұмекен әнді осыдан 50 жыл бұрын, 1956 жылы Алматыда белгілі қобызшы Гүлсара Бірманованың үйінде жазған. Бұл өлең бір қарағанда Қазақстан миллиард пұт астық жинағанына арналып жазылған сияқты болып көрінгенімен, негізінен ел, жер менікі деген отаршыларға қарсылықтан туған. Сол кезеңде әннің шығуына кедергі болған жағдайда Жамал Омарова ара түсіп, эфирден шырқауға мүмкіндік алған. Сөйтіп халыққа жетпей жатып қудалана бастаған ән бағы жанып, бейресмиден тәуелсіздіктің арқасында ресми әнұранға айналды. 2006 жылдың 11 қаңтарында «Менің Қазақстаным» әні елдің мемлекеттік әнұраны сипатында алғаш рет Астаналық Ақорда резиденциясының шаңырағы астында Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан президенті лауазымына салтанатты түрде кірісу сәтінде орындалды. Жұмекен Нәжмеденов өзінің 48 жасқа толуына 6 күн қалғанда 1983 жылдың 22 қарашасында дүниеден озды. Ақын өлімінен кейін жарық көрген 10 жинағына тірі кезінде жарияланбаған өлеңдері, поэмалары, повестері мен романдары, мақалалары мен аудармалары және 9 күй енді. Оның шығармалары көптеген тілдерге аударылып басылды. Ақын Андрей Вознесенскийдің, Евгений Евтушенконың, Назым Хикмет пен Ахмад Файзидің шығармаларын аударған. Қазақ әдебиетіне, поэзияға жанашыр өрнектер мен айшықтар енгізген. Өз өлеңдерінің мағынасымен, шығармашылық жұмысының жоғарылығымен қазақ әдебиетін биікке көтере білген ақын тұлғасы қазақ оқырмандары үшін әрдайым асқақ көрінеді. Бұтақтарым биікте, тамырларым тереңде деп жырлаған ақын оқырманның сезімін адамгершіліктің биік мұраттарына сілтеп, санасын өмірдің терең сырларымен сусындатады. Мұндай тереңнен нәр, биіктен нұр емген жыр бәйтерегі ешқашан солмақшы емес.